Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш құрметті көрермендер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біздегі өте бір маңызды тақырып, яғни жеміс ағаштарының тозаңдануы. Бұл өте үлкен маңызды тақырып болып саналады. Бүгін біз алманың тозаңдану жайында кішкене сөз қозғайтын боламыз. Тозаңданудың енді бәрімізге көпшіліктен белгілі. Сонда да біраз еске түсіріп кете салатын болсақ, тозаңдану дегеніміз аталықтың, гүлдегі аталықтың, аналықтың аузына түсіп, сол жерден тозаңдануы, яғни ұрықтануын айтады. Оның нәтижесінде жеміс, жидек, түрлі нәрселер пайда болады, өзіміз жеп жүрген. Өте маңызды бір ақпарат. Біздің өзіміздің қолданып жерден өсіп шыққан, яғни жеп жүрген заттарымыздың, жалпы жеп жүрген нәрселеріміз болсын, кез келген адамдар тұтынады. Соның 3-тен бірі негізі тозаңданудың нәтижесінде пайда болған өнімдер саналады екен. Бұл зерттелген ресми ақпарат. Енді тозаңданудың түрлеріне келетін болсақ, енді оны үлкен 2 топқа ғана бөліп қарастыруға болады. Оның басқа да түрлері бар, бірақ ең үлкен 2 топын ғана қарастырайық. Бұл өздігінен тозаңдану, яғни ағаштың, гүлінің, аталығының, аналығының аузына түсіп, сол жерде тозаңдануын айтады. Яғни ол өздігінен тозаңдану, яғни өзін тозаңдандыра алады. Оған мысалы шабдалы, мысалы шие ағаштарын жатқызса болады. Көпшілік алма, шие мен шабдалы ағаштары өздігінен тозаңданады. Ал одан кейінгі тозаңдану айқас тозаңдану деген бар. Айқас тозаңдану дегеніміз өзінің аталы аналығының аузына түссе де, ол тозаңданбайды. Оған басқа ағаштың аталығы келіп түсу керек. Сол кезде ол тозаңданады. Оны айқас тозаңдану деп айтады. Айқас тозаңдану дегеніміз бұған алма, алмұрт және алша, көбінесе көпшілігі осы айқас тозаңдануды талап ететін ағаштар. Алманың тозаңдану жаңа ғана айтып өттік. Бұл айқас тозаңданады. Яғни оған айқас тозаңдану үшін өзге ағаштың, өзге алма ағашының аталығы керек болады. Енді оны қалай тозаңдану процесі, құбылымы қалай жүреді алма ағашында? Яғни біріншіден тозаңдандырушы керек болады. Тозаңдандырушы дегеніміз ол көбінесе бал арасы, жабайы аралар да бар. Негізінен бірақ бал арасы негізінен тозаңдандырушы болып саналады. Алмаға ара бір ағаштың гүліне отырып, бал шырын іздеп, денесіне аталық жапсады. Сосын ол ұшып барып, екінші сорттың алма ағашының гүліне отыру керек. Яғни сізде, мысал дейік, гала деген сорт бар дейік алмадан. Сіз галадан аталғын алып, галаға барып қонса, ол тозаңданбайды ол жерде. Оған галадан алып, ол фуджиге бару керек деген сияқты, немесе голден делишеске бару керек, немесе апортқа бару керек деген сияқты. Яғни айқас тозаңданудың тағы бір ерекшелігі алмадағы, ол өзге алма ағашы былай тұрсын, өзге сорт болу керек. Өзге сорт. Яғни тек қана бір сорттың ағашын, алма ағаштарын бір сорттан егу, ол біздің толық тозаңдануға, тозаңдану процесіне кішкене дұрыс жүрмеуіне әкеліп соғады екен. Яғни біз еккен кезде бірнеше сортын егуіміз керек. Яғни ара аталығын алды бір сорттың алма ағашының, ұшып барып екінші сорттың алмасының гүліне қонып, солай тозаңдандырады. Өзінен бір сорттың өзінің аталығын алып, дәл сол сорттағы ағаштағы гүлге қонып, ол тозаңдандыра алмайды екен. Не істеу керек дұрыс тозаңдану үшін? Және дұрыс тозаңдану үшін қандай кедергілер бар деген сұраққа келетін болсақ, бірінші жаңа айтып өтетін болсақ, түрлі сорт болу керек. Бір ғана сорт дұрыс болып саналмайды. Және аралар керек, бал арасы. Содан кейін арағашықтық. Арағашықтық негізгі зерттеулер бойынша ең ұзағы жаңа тозаңданатын ағаш пен тозаңдандыратын ағаш екеуінің ең арақашықтығы 30 метр болған дұрыс дейді. Ол араларға дұрыс жұмыс істеу үшін. Одан кейін міндетті түрде нектар болу керек, ағаш болу керек. Одан кейін үлкен бір мәселенің бірі гүлдеу фазасында инсектицидті қолданбау. Инсектицид дегеніміз түрлі зиянкестерге,
яғни біте, кене, алма жемірі. Оны көпшілік былай айтуы мүмкін, яблони плодожорка дейді, трипс дейді, тля дейді. Яғни түрлі алманың жапырағының жеміс сөлін соратын, немесе жапырағын жейтін, немесе алманың денесіне құрт болып түсетін зиянкестерге қарсы гүлдеу фазасында ешқандай инсектицидтік өңдеулер жүргізілмеу керек. Одан кейінгі мысалы неге жүргізілмеу? Өйткені бұл инсектицидтер араларды өлтіреді, немесе аралардың бұл ағашқа, дәрі шашылған ағашқа келуін тежейді, тоқтатады. Өйткені көп инсектицидтердің репеллентті, яғни үркітушілік қасиеті бар. Ол аралар ол жерге дұрыс келмейтін болса, келген аралар өліп жататын болса, онда ол дұрыс тозаңданбайды. Дұрыс тозаңдамаған соң ол түсінікті жемісіміз дұрыс болмайды. Және де бір гүлдің дұрыс тозаңдану үшін кемінде оған 3-4 рет ара қону керек дейді. Енді араларды қалай шақырамыз деген сұрақ. Араларды негіз тозаңданушы ара болып саналатын болса, енді мінде жаңа айтқанымыздай түрлі жеміс ағаштарын отырғызу және олардың астына гүлді егуге болады. Яғни гүлдердің негізі гүлі көп болады ғой енді. Сол үшін түрлі гүлдер, суреттегідей гүлдерді отырғызуға болады. Бірақ ол бір шарты ағаштармен бір уақытта гүлдеген абзал. Одан кейін егер сіз тағы да одан кейін бөлек жағдай, сіз алыста тұратын болсаңыз, жан-жағыңызда алма ағаштар болмаса, аралар болмайтындай жағдай болатын болса, онда сіз омарта ұстағаныңыз дұрыс. Омарта араларды. Яғни ең үлкені 1 гектарға 2-3 жәшік жетеді. Одан кейін егер сіз жабайы алмаларды өзіңізге шақырғыңыз келетін болса, онда сіз алма егетін аулаңыздың, немесе бір ауданыңыздың, немесе егісіңіздің белгілі бір жерін жыртпай табиғи қалыпта сақтауыңыз керек. Яғни топырақта өмір сүретін, топырақта өзінің ұрпағын қалдыратын аралар да бар. Солай жасаған абзал. Енді тағы да бір өте маңызды мәселенің бірі, аралардың жаңа айтып өттік қой, 3-4 рет қону керек дедік дұрыс тозаңдану үшін. Оның дұрыс тозаңдағанын білдіретін бір көрініс, алманы кескен кезде, қазір де сынап көрсеңіздер болады, алма алып жатсаңыздар, кескен кезде ішінен 6-дан көп дән болатын болса, онда ол толық тозаңданған деген сөз. Егер де ішінде дәні 2-3 болып жатса, 4 болып жатса, немесе, онда ол дұрыс тозаңданбаған, яғни толық тозаңданбаған деген нәрсеге алып келеді. Яғни соны білдіріп жатады. Одан кейін тағы да бір тозаңдандырудың тағы да бір жолы қолмен тозаңдандыру. Оны өздеріңізде жылыжайларда көрген болсаңыздар, көріп жүргенде шығарсыздар. Қызанақ қиярларды түрлі гормондар шашу арқылы жаңағы өз тозаңдандырып жатады. Алмада да оны қолмен тозаңдандыруға болады. Бірақ бұл өте қиын. Мысалы, бір ағаштарда болуы мүмкін. Тозаңдану үшін өзіңіз тозаңдататын сірке жасаңыз, аталығы аналығын аузына түсіп тозаңдан салады. Алма ағаштары жаңағыда айтып өткендей, бұл айқыз тозаңданады, өзінікі өзіне жарамайды, оған өзге сорттың аталығы керек болады. Оны ол үшін тозаңдандыру үшін бір сорттың аталығын алып, екінші сорттың аталығын әкеліп салу керек. Оны бұл көп уақытты және көп энергияны талап ететін нәрсе, бірақ бұл болатын нәрсе. Яғни ол істеуге болады. Енді тағы да бір айтып өтетін тағы да бір жағдай, мына жерде келтірілген бір мәліметіміз бар. Мына жерде ағылшынша, бірақ әлеуметтік интернет желісінде мүмкін қазақшасы да болуы мүмкін. Мына жерде қай сортқа дұрыс тозаңдануға өте тозаңдандырышы болып саналады дегендей. Мысалы, мына жерде қарайтын болсақ, мысалы Фуджи галаны қарайық. Галаны өздеріңіз жақсы білетін. Галаға Фуджи, мысалы, біреуін келтірсек, Фуджи өте жақсы болады бір-біріне тозаңдандыруға. Яғни бұл екеуін қатар егуге өте керемет болып саналады деген сөз. Одан кейін тағы да егер өндірістік жағдайлар болатын болса, ол жерде міндетті түрде тозаңдандырушылар егіп жатады. Кішкентай алмалар бар, көргенде боларсыздар. Олар тозаңдандырушы әр қатардың басына егіп қояды, кейде арасына егіп жатады. Тозаңдандыру үшін ол. Одан кейін тағы да бір мәселе, бірнеше қатар егетін болсаңыз, оны арасына бір қатарын өзге сорттан егіп кету деген нәрсе де ұсынылады. Бүгінгі айтарымыз осы. Бүгін біз алманың тозаңдану жайында ақпарат бөлістік. Өйткені дәл қазір көшет отырғызу науқаны, және кейбір жерлерде алма гүлдеп қойды елімізде, бір жерлерде енді гүлдеп жатыр. Сол үшін бұл ақпаратты маңызды деп
деп саналады деген оймен сіздерге бөлісіп жатырмыз. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийді қалдырыңыздар, және де бұл видеоның астына мен жеке номерімді қалдырамын, соған WhatsApp-қа хабарласып, егер мәселе болып жатса, суреттерін жіберсеңіздер, қолдан келгенше көмегімді көрсетуге дайынмын. Онда видео ұнап жатса, ұнайды белгісін басыңыздар, астына комментарий қалдырыңыздар, әлеуметтік желілерде бөлісіңіздер. Қош сау болыңыздар.